Қазақстанға танымал блогер жайлы сұмдық мәлімдеме тарады. Көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліп отырыңыз келе ме? Ендеше арнамызға жазылып, видеомыз астына лайктан баса кетуді ұмытпаңыз. Атышулы блогер Салтанат Аманқосқызы жеке өмірімен сыр шертіп, ажырасып кеткенін ресми жариялады. Айта кетейік, блогердің енесінің баламды ренжітпе деген тілегі мемге айналып қызу талқыға түскен еді. Бір түсінгенім, жаратқаным мені қатты жақсы көреді екен. Дер кезінде адамдардың қалай екенін көрсетсе де, жүрегім мүмкін өзгерді, тәубесіне келді деп ақтап ала беретін. Оны бар кемшілігімен қабылдап, айналасындағы бүкіл адамды жылы қабақпен қарсы алып, жақсы көзбен қарап жүрген мен ақымақ екенмін. Сөйтсем мені сөзбен алдап, өзі түнімен қонақ үйлердің табалдырығына қыздарын сүйреп жүрген екен ғой. Видео фотоларын көрмейінше сенбеп едім. Көргеннен кейін көзімдегі көзілдірігім шешілді. Ниетіңе қарай көреді. Менің көңілім ақ, оған берген асым адал болған. Сезім мен сенімді таптап кетті. Мен бір рет жапқан есікті екінші рет ашпаймын. Осымен енді ол адам туралы сұрамаңыздар. Өмірімнен сызып тастадым деп жазды блогер. Қазақстанда отбасылардың жәрдемақы алулары үшін әдейі ажырасатыны рас па? Зерттеп көрдік. Ұлт үшін қасірет. Блогердің сөзінше, жүктілігіне қарамастан бірнеше күн бойы күйзеліспен ұйықтамаған көрінеді. 5-ші күні ұйқы жоқ, ұйықтай алмаймын, не дұрыс тамақ та жеп жүргенім жоқ. Жасымның бәрі жиналып қалғандай, тек тоқтамай көзден жас аға береді. Жасаған бар жақсылығыма берген жауабы осы ма деп қалдым. Көзімнің айналасы қарайғанынан белгілі болып тұрған шығар, жүкті кезде ауыр тиеді екен. 5-10 минуттық ләззат үшін аманатқа қиянат жасай салу оңай болғаны ма? Айтарым қалмады. Мен тікелей эфирде тауар сатып тұрғанында ол басқа қыздардың қойнында болған екен, деді желі жұлдызы. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Павлодар облысында жантүршігерлік жол апатынан Lexus жүргізушісі қаза тапты. Павлодар облысында Lexus көлігінің жүргізушісі жолдан шығып кетіп, оқиға орнында қаза тапты. Павлодар облысы полиция департаменті мәліметінше, жол көлік оқиғасы 16 қазанға қараған түні Баянауыл ауданында болған. Алдын ала деректер бойынша Lexus 330 жүргізушісі рөлге ие бола алмай, Қалқаман-Керней тасжолы бойында Бірлік ауылының маңында жол жиегіне шығып кеткен деп хабарлайды полиция. Қайғылы оқиғаның мән-жайы мен себептері анықталып жатыр. Жол көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды.